Сәлеметсіздер ме? Бүгін осындай үй жағдайында тауық етінен шұжық дайындайтын боламын. Жасап көрсеңіздер болады, өйткені алдын ала дайындап тоңазытқышқа салып қойсаңыздар кез келген уақытта алып пісірулеріңізге болады. Ол үшін блендерімізге еттен бөлек алдын ала дайындап қойған заттарымызды салып, бір айналдырып аламыз. Барлығы араласқан соң етімізді блендерлей бастаймыз. Барлығы сыймаса етті бөліп салуға болады. Міне бір масса болды, енді ас пленкасын төсеп, қасықпен видеодағыдай саламыз. Формасы кішірек болсын десеңіздер аз салуға болады. Енді осылай орап, арасында ауасы қалып қойса, ақырын шығарып, екі жағын түйіршіктейсіздер. Түйіршіктерді қатты қысыңыздар, өйткені суда ашылып кетуі мүмкін. Шұжықтарымыз дайын, енді осыны 15 минутке қайнап тұрған суға пісіріп алыңыздар. Кастрөлдің астына немесе дуршлаг болса соған пісіріңіздер. Шұжықтың пленкасы астына жабысып қалмас үшін. Осылай әдемі болып піседі. Түрін, дәмін одан әрі ашқыңыз келсе, табаға май құйып барлық жағын қуырып алыңыздар. Дайын болған соң қасына кетчуп, сацебели немесе кисло-сладкий соусын құйып дастарханға қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын.